транспорттық жүйені қатты талқыладық. Одан кейін су жүйесі, қаржы жүйесі, электр жүйесі. Енді бүкіл таңда жиналғанымыз экологиялық болғандықтан бізде санитарлық қорғау аймақтар, су қорғау белдеуі, солармен қарастырып, қандай жақсылықта, қандай өмір сүруге қажет екен таңдаулар жасалды. Бас жоспар басталғаннан бері көптеген сондай жоқ құжаттар бар екенін, яғни қазіргі таңда, қазіргі заманға сай емес екен су қорғау белдеуі, соларды қайта жаңартылды. Одан кейін темір жол тораптары бойынша мәліметтер бәрі жаңартылды. Санитарлық қорғау бойынша жаңағы жұмыс істемейді екен мекемелердің бәрін біз қарастырып, сонымен жұмыс жасалды. Яғни әдейі адам жалданды осында Қызылорда қаласында, ол жақсылы жұмыс атқарды. Мекемелердің бәрін аралап, олар нақты жұмыс істемейді екен, қандай шығарады, ол содан кейін экологиялық жағынан қандай құжаттар бар екен, сонымен сараптама жасалды. Су қорғау белдеуі мен су қорғау аймағын алатын болсақ, ол кезіндегі жасалған жоба, ол қазіргі Сырдария өзенінің өзінің сағасы өзгерісіне байланысты сәйкес емес болып қалды қазіргі таңда. Енді біз деген экологиялық кодекс бүкіл әлеммен бірге бір ұсыныстар ұсынылған. Яғни жалпы оның негізгі мағынасы адамның дұрыс қолайлы өмір сүруге жағдай жасау. Сол бас жоспардың негізгі міндеттің бірі сол болып табылады. Қазіргі таңда білесіздер, урбанизация өте үлкен қарқынды дамып өтіп жатыр. Соңғы 10 жылда шығар облыс орталықтың бәрінде көп қабатты үйлер көп пайда болып жатыр. Ол енді халық бір жағынан дұрыс түсінбей жатқан шығар, бірақ ол сондай болу қажет, ол соған келді. Себебі қала ол қала болу керек. Яғни бізде елді мекен, ауыл елді мекендер ол енді көп қабатты емес болса, қала ол көп қабатты болу міндетті. Өйткені бізде өзімізде халық жаңағы жер ресурс тоғыз орындамыз, бірақ қолайлы өмір сүретін жерлеріміз өте аз. Одан кейін мына жақта тағы да айтатын жағдай, климаттық жағдай өте сондай қолайлы жағдайлар аз деп айтуға болады. Одан Сырдария өзеніміз бар, соның қасында, яғни былай айтқанда ғылыми жағынан бір жарым шақырым осыны өзендерде бір жарым шақырым жерде өмір сүру қолайлы, ары қарай қолайсыздықтар туындап жатады. Енді 2025 жылы бас жоспар, қазір қолданыстағы бас жоспардың аяқталды. Бірақ ол әлі қолданыста, мына бас жоспар бекітілгенше. Қазіргі біз бас жоспарды осы жылғы соңына дейін толықтай аяқтап, министрліктерге ұсынуға талпыныс ұсынып жатырмыз. Содан кейін егжей-тегжей жұмыстар ары жалғасын табады. Яғни бас жоспар ол қазіргі таңда ертең осыны жұмыс істеу деген мәселе емес, ол негізгі бағытты анықтау. Болашақта мектеп, балабақша, басқа медицина саласы, спорт саласына қажетті солардың резерв ретінде аумақтар қалдыру. Қазір Алматы Астана қаласында білесіздер, өте үлкен ауқымды жұмыстар өтіп жатыр. Мемлекет тарапынан ақша бөлініп, үйлер сұрылу, снос дейміз, сол жасалып жатыр. Өйткені ол кезінде бас жоспарда қарастырғанмен, ол 90 жылдар, 2000 жылдар бастарында ол жерлер қалдырылмай, бас жоспар сақталмады. Қазіргі таңда бас жоспар сақтау өте қатаң. Сондықтан да осы бойынша жұмыс атқаратын болсақ, ондай келешекте мәселе туындамайды. Келесі сөз ары қарай Боранбай Олжас Төлегенұлы, осы Қызылорда қаласының бас жоспарының бас сарапшысы. Бірақ мен айта кетейін, біз келіп жатқан 3 адамбыз. Жалпы осы бас жоспар осындай түрінде келу үшін 40 адамдай қызмет етті. Әртүрлі салада, оның ішінде климатологымыз бар, экономист бар, келмей қалған көлік жүйесі бойынша. Жалпы көп адам осы жоба осындай туындау үшін жұмыс атқарды. Ары қарай Боранбай Олжас Төлегенұлына рахмет. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар.
бас жоспардың мән-жайын жалпы негізгі мақсаттарын айтып кетті, бірақ баяндаманы басынан бастап айтып шығайық. Қызылорда қаласының бас жоспары Қазгидромет жобалау институты мен Қызылорда қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімінің арасындағы келісімшартына сәйкес орындалды. Бас жоспар деген ол жалпы елді мекеннің дамуын айқындайтын өте кешенді ауқымды қала құрылыстық жоба, жұмыс. Бұл жобаның негізгі мақсаттары ол экономикалық, әлеуметтік, экологиялық факторларды бір-бірімен үйлестіре отырып, қаланың аумағын тұрақты әрі ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету. Бас жоспар жалпы көптеген заттарды қамтиды, соның ішіндегі ең бастысы енді функционалдық аймақтарға бөлу, яғни қаланың қай жағы, қала аумағының қай жерде тұрғын үй, қай жерде өнеркәсіп, қай жерде демалыс орны, саябақтар, қай жерінде жаңағы қоғамдық нысандар және тағы басқалары орналасуын осы функционалдық аймақтарға бөлу болып табылады. Одан кейінгі келесі үлкен атқаратын мақсаты ол қаланың инфрақұрылымын дамыту. Қаланың инфрақұрылымы ол жалпы көше жолдар, инженерлік инфрақұрылым, оның ішінде әлеуметтік нысандардың желісі, тағы басқа кіреді. Халық санының өсуінің болжамын жасау. Бұл бас жоспар аясында жасалатын ең үлкен жұмыс. Болжамды халық санына негізделіп бас жоспардың бүкіл салалары орындалады. Келесі мақсаты әлеуметтік объектілерді дұрыс орналастыру, яғни әрбір слайдты қазір тоқтатып тұрсаңыз. Жалпы әлеуметтік объектілерді дұрыс орналастыру, яғни қала әркелкі болмай біркелкі орналасу керек әлеуметтік нысандар. Оның ішінде мектептер, ауруханалар, емханалар, балабақшалар тағы басқа. Үлкен сұрақтардың бірі ол бас жоспар аясындағы көгалдандыру және экология сұрақтары. Яғни жаңағы әлеуметтік нысандар сияқты парктер, саябақтар да өз орнымен, өз ретімен орналасу керек. Осының бәрін шешетін бас жоспар. Одан кейінгі мақсаты ол қатты тұрмыстық қалдықтармен жұмыс істеу. Яғни оны бір жерге барып үйіп қана қоймай, жинап, сорттап, қайта өңдеп, тағы басқа сол қалдықтармен байланыстырып жұмыстар. Және де маңыздылығы басқа салалардан кем емес, ол тарихи мұраны және мәдени мұраны анықтап қорғауға алу. Бас жоспардың жалпы құқықтық негізі ол қазіргі таңда осы 1 шілдеден бастап күшіне енген құрылыс кодексі, оның алдында сәулет, қала құрылысы және құрылыс заңнамасы болған. Одан кейінгі бүгінгі біздің жиналыс өткізіп отырған мәселеміздің басты мәселеміз ол экология тұрғыда қарастыру бас жоспарды. Яғни экология кодексіне сүйенеміз осы жұмыс барысында. Жалпы бас жоспарды әзірлеу мен бекіту кезеңдері ол 2024 аяқ жағында басталды жұмыс. Яғни ол кезде біз қаланың қазіргі жағдайын талдаудан бастадық. Демографиялық, экономикалық, экологиялық, инженерлік инфрақұрылым. Одан кейін жоба нұсқалары әзірленді. Одан кейінгі міне қазір өткізіп отырған қоғамдық тыңдауларымыз. Бұл сатыдан кейін ары қарай мемлекеттік сараптамаға барамыз. Ол сараптамадан кейін бүкіл өкіметтік министрліктерден өтіп, үкімет қаулысымен бекітуге жіберіледі. Жалпы бас жоспардың маңыздылығы ол қаланың дұрыс дамуы, яғни аумақты демографиялық, әлеуметтік және тағы басқа да жақтарына. Бесінші слайдқа көшсек. Жалпы Қызылорда қаласының бас жоспарының жобалық мерзімдері жұмыс басталған жылдан басталады, яғни 24 жылдың 1 қаңтары, осы 26 жылдың
бірінші қаңтарына бүкіл мәліметтердің бәрі жаңартылып шықты, нақтыланды. Құрылыстың бірінші кезегі 2018 жыл және есептік мерзімі 2045 жыл деп бекітілді. Жалпы қазіргі жағдайды талдау натуралық зерттеуден басталды, бүкіл мекемелерден бастапқы мәліметті сұраудан басталды. Оны енді осы жерде отырған кісілердің көбісі біледі, өйткені өздері сол мәліметтерді беруге қатысты. Келесі слайд. Жалпы не талдауымыз бұл бұрынғы кезеңдерді зерттеуден басталды. Яғни Қызылорда қаласы осы қала тұрғысынан қарастыратын болсақ, бұл мына Перовск бекінісінің құрылысынан басталды, яғни 1817 жылы. Одан кейінгі 1858-67 жылдардағы жағдайы, одан кейінгі кезеңі 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басы, және 1920-30 жылдардың аралығындағы қаланың аумағы. Бұл жерде біз көріп отырғанымыз енді жалпы қаланың өсімі. Қала бір орында тұрып қалған жоқ, халық саны да, аумағы да өсіп отырды. Қазіргі қолданыстағы бас жоспарымыз 2007 жылы орындалып, 2009 жылы бекітілді. Алайда бұл бас жоспардың орындалғаннан бері қарай бірталай уақыт өтті, есептік мерзімі 25 жылы өтіп кетті. 2017 жылы бұл жобаны түзетуге жіберілген, яғни корректировкадан өткен. Және бұл бас жоспарды жаңартудың бірқатар себептері бар. Ол жаңа айтып кеткен есептік мерзімі өтті. Одан кейін жалпы қала деген ол бір қатпаған жолмен дамымайды. Әрине әр жерде бір жерде өзгерістер болуы мүмкін. Ондай өзгерістер Қызылорда қаласында көп болды, оның бәрін ескердік. Келесі себеп ол бүгінгі күнге дейінгі орындалған қала құрылыстық жобалардың барлығын есепке алу. 25 жылға дейін орындалған әкімшілік бөлімдеріне соған сәйкес шекараларды өзгерту. Халық саны, тұрғын үй құрылысының көлемі, мәдени тұрмыстық қызмет көрсету сандары және өндірістік аумақтарды орналастыру сияқты қала көрсеткіштерінің өзгеруі. Және бағана басшымыз айтып кеткендей, заңнама өзгертілісіне байланысты мемлекеттік қала құрылыс кадастрының мәліметтерін жаңарту керек, мемлекеттік сараптамадан өту керек. Және жалпы қаланың қала құрылыстық бас төл құжаты ғой, бас жоспар деген. Соны қазіргі таңдағы нормативтерге келтіру. Келесі. Қаланың 2007 жылдағы аумағы алып жатқан және сол жылдағы халық саны 186.843